Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлім. Бүгін өзімнің ең сүйікті салаттарымның бірі фунчоза салатының рецептісімен бөлісемін. Бізге қажетті ингредиенттер: фунчоза, ет, болгар бұрышы, қияр, сәбіз, пияз, сарымсақ, чимчим, соя тұздығы, аджика және тұз бұрыш. Етті видеода көріп отырғандарыңыздай жіңішке ұзыншақ қылдырып турап аламыз. Ал пиязды кубик тәрізді етіп тураймыз. Табамызға күнбағыс майын құйып, қызған соң үстіне пияз салып қуырып аламыз. Пиязды 2-3 минут қуырып, үстіне ет салып, тағы да қуырамыз. Ет пен пиязды 10 минут аралығында қуырып болған соң, үстіне 3 ас қасық соя тұздығын құямыз. Артынан тұз бұрыш себеміз, отты өшіріп, табамыздың бетін жауып, 15-20 минутқа қойып қоямыз. Көкөністерді видеодағыдай тураймыз. Сәбізді үккіштен өткізсеңіз де болады. Фунчозаны ыдысқа салып, үстіне қайнаған су құйып, 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Фунчозамыз дайын болды, оны бөлек ыдысқа салып, үстінен қуырған етімізді салып, болгар бұрышы, сәбіз, қияр, чеснокты үккіштен өткізіп, артынан аджика 2 кішкентай қасықпен салып, чимчим соусын салып, барлығын араластырамыз. Осымен біздің фунчоза салатымыз дайын болды. Өте дәмді, барлығына ұнайды деген сенімдемін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлім.